Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Жамбыл облысы, Шу ауданы, Шу қаласы. Жібек жолы мектеп лицейі. Биология пән мұғалімі Темірбекова Гүлзира Милдехановна. 9 сыныптар бойынша сабақтың тақырыбы адамның жыныс жүйесінің құрылысы мен қызметі. Оқу мақсаты адамның жыныс жүйесін сипаттау. Көбею түрдің тіршілігін жалғастырып сақтап қалуды қамтамасыз ететін физиологиялық үдерістердің жиынтығы. Жыныс бездері аралас бездер деп аталады. Аталық жыныс мүшелер сыртқы аталық мүшелер, ішкі аталық мүшелер болып екіге бөлінеді. Сыртқы аталық мүшелері ұма, мошонка жыныстық мүше, ішкі аталық мүшелері екі аталық бездер, оның қосалқы бөлімдері, ұрық шығарушы өзекшелер, ұрықтық көпіршіктер, сыңарс, қуық асты безі болып бөлінеді. Аталық бездер мөлшері 4-6 см, салмағы 15-30 грамм, сыртқы секрециялық қызметі сперматозоидтар түзеді. Ішкі секрециялық қызметі тестостерон гормонын бөледі. 1 см куб шәуетте 60 миллион сперматозоидтар кездеседі. Әрбір сперматозоид бас, мойын, құйрық талшықтан тұрады. Минутына 2-3 мм жылдамдықпен қозғалады. Аналық жыныс мүшелері сыртқы аналық мүшелері және ішкі аналық мүшелері болып екіге бөлінеді. Сыртқы аналық мүшелері үлкен, кіші жыныстық жапсарлар, шүртекей, клитор. Ішкі аналық мүшелері екі аналық безі, жатыр, жатыр түтігі, қынап болып бөлінеді. Аналық бездер пішіні сопақша, ұзындығы 3-4 см, салмағы 5-8 грамм. Сыртқы секрециялық қызметі тестостерон гормонын бөледі. Ішкі секрециялық қызметі экстраген гормонын бөледі. Көптеген безді көпіршіктер поликулалардан тұрады. Олардың жұмыртқа жасушалары жетіледі. Овуляция безді көпіршік жарылып, ішінен жұмыртқа жасушасының сыртқа шығуы. Жүктілік кезінде жұмыртқа жасушаның жетілуі де етеккірде тоқтайды. Жарылған безді көпіршіктің іші май текте сары дене деп аталатын затпен толады. Сары дене уақытша гормон бөледі. Егерде жұмыртқа жасушасы сперматозоидпен ұрықтанса, сары дене жүктілік кезінде сақталады. Ал жүктілік болмаған жағдайда сары дене жойылып кетеді де етеккір шамамен әр 28 күн қайталанып отырады. Аналық жыныс жүйесі ішкі мүшелері жатыр және қынап болып бөлінеді. Жатыр қуықтың артына таман жамбас шоңқимасының қуысында орналасқан алмұрт пішінді бұлшық етті мүше. Нәресте туғанға дейін ұрық жатырда дамиды. Қынап жатырдың төменгі жағында сыртқа ашылатын бұлшық етті мүше. Жатырда дамып жетілген нәресте қынап арқылы сыртқа шығады. Аналық жыныс мүшелердің ауруларын емдейтін дәрігер гинеколог деп аталады. Сіздерге тапсырма беріледі үйге. Аталық жыныс мүшесінің құрылымын анықтаңыз. А, Б және С деңгейлерімен әріптерімен көрсетілген құрылымдарды атаңыз. Аналық жыныс мүшесінің құрылымын анықтаңыз. Сызбада берілген құрылымдарды анықтаңыз. А, Б, С деңгейінде берілген сұрақтарға жауап жазып толықтырып орындаймыз. Жыныс жүйесі бойынша тест тапсырмалар берілген, яғни осы тест тапсырмаларды дұрыс екендігін анықтап белгілейміз. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.